Baga бере аласыздар ма? Жоқ, біріншіден үкімет басшысын біз келістік. Енді ол үкімет басшысының өзінің құзырында. Олар қазір барлық министрліктен өзіне қажетті министрлерді пысықтап, солардың кандидатурасын бізге енгізеді болды. Сол кезде келісеміз. Қазір менде ондай ақпарат қолымда жоқ. Жоқ, енді қандай министр қалуы мүмкін, қайсысы қалмауы мүмкін. Енді біраз уақыт кездесіп жұмыстарын бағалап көріп жатсыздар ма? Менің ойымша министрлікті бағалаудың қазір тіпті қиындығы жоқ. Біріншіден әлеуметтік желілерде өздері сияқты журналистердің өздері кімнің тәуір, кімнің әлсіз екенін бірден айтып отырсыздар. Бұл бір. Екіншіден әрбір министрдің келген уақыттағы қабылданған нормативтік актілері, бағдарламаларды бір саралай салу бұл бір күндік жұмыс. Сол себептен оны бір қарау керек. Бізде де кейбір министрліктер бойынша сұрақтарымыз бар. Ауыл шаруашылығы министрі бойынша бізде нақты сұрақтарымыз бар. Енді олардың барлығын біз көтереміз міндетті. Енді халық баға береді, журналистер баға береді десеңіз, бүгінгі күнге халық сайлауға баға беріп отыр ғой, сайлаудың әділетсіз өткендігін. Бірақ сіз жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз отырсыз, халық аманатты қолдады деп. Сайлаудың заңсыз өткенін халық айтып отыр бұл жерде 100%. Сіздерді қолдаған тек қана мұғалімдер ғана болды, әкімдіктің жұмыскерлері болды. Оны неге десеңіз, мен өз журналист ретінде, бір мандатты кандидат ретінде, мен оны өз көзіме көргеннен кейін, соны сізге айтып отырмын, жеткізіп отырмын. Неге қазір әділетсіз Қазақстанды сіздер бастамасын бастап отырсыздар, ары қарай жұмыстарыңыз қалай жүрмек? Халық сіздерге сенеді деп ойлайсыздар ма? Сіздердің өзге істеріңізге? Біріншіден, осы сіздің осы сұрағыңызды пайдаланып, барлық еліміздің мұғалімдері мен ұстаздарына аманат фракциясының жетекшісі ретінде алғысымды білдіремін. Нағыз тұрақтылықты түсінетін, осы күнге дейін қолдауды көрген сол азаматтар тікелей аманат партиясының қолдауын көріп келе жатыр. Көре де береді, біз оларды қолдай да береміз. Сол үшін олардың дауыстары үшін алғыс. Ал енді сіз айтып отырсыз, әкімдіктің қызметкерлері, басқа да азаматтар, енді әркімнің өз таңдауы. Бізге тікелей партиялық тізім бойынша 3,5 миллионға жуық, ал біздің бір мандатты азаматтарымызға 500 мыңнан жуық астам азаматтар дауыс берді. Біз 4 миллионнан астам азаматтар тікелей кездестік. Яғни біз 4,5 миллионға жуық дауыс жинадық. Ол тыңғылықты еңбектің нәтижесі. Заңсыз өтті дейтін де азаматтар пікірін білдіріп жатады. Кейбір азаматтар бір белгіленген участоктардағы заңсыздықты көрсетіп жатады. Енді ол маған қойылатын сұрақ емес. Менің ойымша бұл жерде қырағылықты бас прокуратура, орталық сайлау комиссиясы атқару керек. Негізі сіздер аманат партиясы емес, соларды барып батпандап ұстап алып, неге заңсыздықты жол бересіздер деген сұрақ қою керек. Біз сайлау процесін реттемейміз, біз сайлауға қатысушымыз. Біз шындап айтқан кезде біз спортшымыз. Ал енді анау төрешілердің барлығы барып сұрақ солар